Армысыздар, құрметті канал көрермендері. Мына әншіге назар аударайық. Onun olup olup tavbek Dilenşe olan egeyin Abızal şeri karradan Kan bu bötken berrasılık tek Gikkay gigay Gikkay gigay Gigay Atamız olan egeyin Alışınbaydı kiminge Akıl oyla terin saylı Дауысы қандай керемет, мұндай дауыс әркімде бола бермейді. Дарын десе дарын. Бірақ түсінбейтінім. Жаңа ол деген Мәдидің бабаларын тізбектеп келе жатыр ғой. Шежіресін тізбектеп келе жатыр ғой. Сосын мынандай шумақ сөз айтылу керек еді. Аруағы асқар таудай бабаларын. Бірақ та дін ислам, мына әнші дін ислам, аруағы сөзін алып тастап, оның орнына атағын асқар таудай бабаларым деп қойыпты. Аруақ сөзін алып тастап, орнына атағын деген сөзді қыстырып қойыпты. Тыңдап жіберіңіз. Atağın asqar tavday babalarımı gördün bey Osu gündey bizdin cayday Gikkay gigay Gikkay gigay Gigay Бұл опасыздыққа, зұлымдыққа назар аударған Ербол Зәкен дейтін бауырымыз болатын Фейсбукте. Süyendüm havaxtının şarbağına sıyındım Şaratuşa bir adılağay Міне осы жерде де тағы бір бұрмалау жасап, сыйындым атам Қазыбек аруағына сөзі орнына сыйындым жаратушы бір Аллаға деп шырқап жатыр екен. Süyendüm havaxtının şarbağına sıyındım Şaratuşa bir adılağay Бұл зұлымдыққа, опасыздыққа назар аударған Оралтай Біләлов болатын. Ол да Фейсбук парақшасында. Біләлов тіпті бұған кітаптан скрин түсіріп салып жіберіпті, дәлел ретінде, айғақ ретінде. Осы орайда сұрақ, өте заңды сұрақ. Біз қазақ осыған қаншалықты қашанғы шыдай береміз? Мұхтар Мағауин айтып кеткендей, аруақтар болмаса, онда қазақ та жоқ. Ал мына мұсылмандар, ана Аллаға серік қосуға болмайды деп соны негізге алып, аруақтар қай жерде айтылады, соның бәрін жоюға тырмысады. Ал ол аруақтарды жоятын болса, онда қазақ та жойылады ғой. Бір байлам емес пе? Бұлар қазақылыққа шауып тұр. Әншін болсын, жазушын болсын, ақынын болсын, тілші болсын, тіпті жоғарыдағы саясаткерлерде. Әрқайсысы өз орнында, өз саласында осы қазақылықтың аруақшылдығына, қазақтардың аруақшылдығына шауып келеді. Қай жерде жоюға болады, сол жерде жойып, қай жерде өшіруге болады, сол жерде өшіріп. Тіпті Қыз Жібек, басқа да эпостарда Алла сөзі бастапқыда айтылмағаны енді жазылыпты.
Не үшін? Өйткені олар айту үшін. Көрдіңіз бе, біздің аңыздарда да тіпті Алла айтылып жатыр. Сол мезгілден қазақ мұсылман міне аңыздардан біздер көріп тұрмыз ғой деу үшін бүкіл аңыздарымызда Алла сөзін қосып қойыпты. Аруақ сөзі орнына, Тәңірі сөзі орнына осының бәрін ауыстырып, солардың орнына Алла сөзін қысып қойыпты. Тіпті мына тірісінде кәпір саналған Ыбырай Алтынсаринді енді керемет бір мұсылман қылып шығарып, бұлар былай дейді: бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Міне осылай Ыбырай Алтынсарин жазған еді деп, бұл жерге де Алланы қысырып қойыпты. Нағызында ондай сөз жоқ болатын. Бірақ та бұларды жиналмайсың. Сондықтан да қазақ ойлан. Сен қазақылықты не болмаса таңдайсың, не болмаса мұсылмандықты таңдайсың. Екеуін бірдей мына бастастау мүмкін емес. Өйткені бір-біріне қайшы келеді. Андағы мұсылмандық айтып тұрады: анау аруақ деген, ол деген Аллаға серік қосу ғой деп. Сенің сананда ол дауыс айтылмаса, мешіттерден, осындай әншілерден, жазушылардан, ақындардан әйтеуір біреу саған құлағына құяды соны. Түбі жеңеді. Сондықтан да таңдау жасау керексің. Екеуі мына жерге сыймайды. Мұсылмандық пен аруақшылдық. Соның біреуін қабылдау керексің. Анаусы да жүрді ғой, аталарымыз, әкелеріміз аруақшылдықпен де, аруақтармен де, жаңағы мұсылмандықпен де деп, ол деген көріп тұрғанымыздай олай болмайды екен. Бұлар қоймайды. Бұлар бұрмалай береді. Мысал ретінде Қыз Жібекті алайықшы. Ол жерде Бекежан Төлегенді өлтірген жоқ. Бекежан өлтіруі де мүмкін емес еді. Өйткені Қыз Жібектің жақын туысы болатын, ағайын сияқты. Төлегенді өлтірген қожа болатын. Оңтүстіктен бері қарай қашып келген. Қылмысы үшін қашып келген. Бірақ та ол кездері кітапты қай жерде басатын еді? Қазан қаласында татарлар. Олар ана жерді бұрмалап жіберді. Қалай ол? Қожа қылмыс жасапты. Болмайды ғой. Сондықтан да оны өшеден өшіріп тастап, Бекежанды, Төлегенді өлтірді қылып шығарып қойыпты. Өстіп, сол рулас, Бекежанға рулас жұрт қайда бармады, осының бәрін түзету керек. Бұл деген аруағына жаңағы не ғой, обал ғой, бұл өтірік қой, оны түзету керек деп, тіпті Мұхтар Әуезовтің өзіне де барып еді. Бірақ Мұхтар Әуезов те осы жерде ештеме істеген жоқ. Өйткені өзі де естуімше қажы екен. Кешіріңіз, қожа екен руында. Сондықтан да міне осындай тарихымызда осылай бола береді, ол бола береді. Сондықтан да таңдау жасау керек. Таңдау жасап, осындай исламистерді жиеніп, міне сосын ғана тарихымызды, аңыздарымызды, ертегілерімізді, өлеңдерімізді, әндерімізді бәрін түзей аламыз. Ал егер де осы мешіттегілер, исламистер осы күйінде отыра берсе, бізді алдап, неше түрлі жасанды тарихтармен, жасанды аңыздармен, онда біздер өстіп бұрмаланған версияларға сеніп, өзімізше рахаттанып, өстіп отыра береміз. Міне осы